Баршаңызға сәлем, сіздермен Манат. Бүгін біз нан салма ас мәзірін дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен суымызға бір жұмыртқа және бір ас қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып және ұнымызды салып, жақсылап қамыр, яғни зола илеп алатын боламыз. Менің YouTube каналыма жазылып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде жаңа рецепттермен бірінші болып сіз танысатын боласыз. Барлығын мөлшерін описанияда көрсететін боламын. Осылай зуаламызды илеп, жарты сағатқа июі қанғанша бетін жауып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша подливка дайындайтын боламыз. Ең алдымен етімізді кубиктеп осылай ұсақтап турап аламыз. Енді кезекте осылай картошкамызды да жақсылап жуып тазалап алып, оны да дәл ет сияқты кубиктеп турап аламыз. Мен бұл жерде пияз, картоп және еттен ғана жасайтын боламын. Кез келген көкөністі қосып жасасаңыз болады. Картопымыз да дайын. Енді кезекте пиязымызды да осылай кубиктеп ұсақтап турап аламыз. Қазанымызды ыстық отқа қойып қыздырып алып, және ішіне сұйық май құятын боламыз. Бірінші етімізді, содан соң пиязымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Енді картопымызды салып, барлығын араластырып, осылай қуырып аламыз және бір ас қасық тұз салатын боламын. Томат пастамызды да осылай қосып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Осы подливкамыз бататындай етіп су құямыз. Жарты сағатқа, яғни ішіндегі барлық қоспаларымыз піскенше бетін жауып, жай отта қойып қоямыз. Енді дайын болған қамырымызды, зуаламызды жақсылап зуала етіп алып, астына ұрпақ сеуіп, қамырымызды жұқа етіп жайып шығамыз. Құрметті көрермендер, менің каналымда осы қамыр жаюдың әдістері көрсетілген. Менің видеом ұнап жатса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып және поделиться бастырмасын басып, WhatsApp желісі арқылы достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Менің каналымда түрлі жеңіл және оңай пісірілетін рецепттің түрлері шығатын болады. Міндетті түрде жазылуды ұмытпаңыз. Осылай қамырымызды айналдыра отырып, оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып алатын боламын. Дәл осылай қамырымызды бір текіс дөңгелек етіп жайып алдық. Енді ұрпағымызды сеуіп, оқтауымызға орап, қамырымызды бірінші бөлікке бөліп, содан кейін барып нан салма формасында бөліп шығатын боламын. Осылай тақтайымызға пышақтың көмегімен жіңішке етіп, барын ұсақтап турап аламыз. Осы қамырымызды кетіп жатқан кезде бір ыдысымызға осы қамырды салып алатын суымызды
отта қыздырып қоямыз. Өйткені осы қамыр салатын кезде суымыз қайнап тұруы қажет. Міне осылай барлық қамырымды дайындап алдым. Енді осыны қайнап тұрған суымызға, тұз салынған суға салып алатын боламыз. Және тұздың дәмін осы қамыр салғаннан кейін де көру керек, өйткені қамырдың да тұздылығы шығады. Егер ащы болып жатса, салқын су құйып, қамырымызды сүзіп алатын боламыз. Қамырымыздың дайын болғанын, суымыз қайнап, қамырымызбен бірге көбігі тарқағаннан кейін осылай қамырымызды сүзіп аламыз. Осылай дайын поливкамыздың майын алып, осылай араластырып аламыз. Бірінші кезегімізде осындай менде 2 ыдыстар шықты. Екеуіне де осылай бірінші майын құйып қамырымызға жақсылап араластырып аламыз. Поливкамызды да осылай қамырдың бетіне жайып, немесе ортасына салсаңыздар да болады. Қалауларыңызша осылай поливкасын бетіне салып шығамыз. Дайын болған поливкамыз осылай 2 ыдысымызға лайықты болды, және қамырымыз да осындай шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз, және менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырау шап белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.